Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, биік болып көтерілетін күлше нандар жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болады. Сүтке үйленгеннен кейін дәмі керемет болып, дүкендегі нандардан 1000 есе артық жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызды алып, 1 келі ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Үстіне 300 мг жылы суымызды және де 300 мг жылы сүтімізді құямыз. 2 ас қасық тұзымызды және де 4 ас қасық қантымызды саламыз. Және де 1,5 шай қасық ашытқымызды және де 2 ас қасық немесе 60 мг сұйық майымызды құйып, қамырымызды елейміз. Қамырымызды осылай жақсылап біріктіріп елеп аламыз. Кішкене қолға жабысқақ қамыр шығады. Барлығын біріктіріп алғаннан кейін қолымызды майлап осылай қамырымызды бастырып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырасыздар. Бізде осындай қамыр шықты. 1 сағаттан кейін мен 3-4 рет қайтарып иледім. Осылай үлкен болып көтеріледі. Енді қамырымызды жаймендеп алып, тақтайымызға ұнымызды себеміз. Сөйтіп, бірдей бөліктерге бөлесіздер. Немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Мен жасаған күлше нандар биік, әдемі болып шыққан. Бірақ та сіздер 2 есе кішірейтіп, мысалға мен 5 күлше нан жасасам, сіздер 10 штук жасап, орташа көлемде жасасаңыздар болады. Осылай 300 граммнан алып, бөліп күлшелеп аламыз. Осылай күлшелеп алдық. Енді табамызды алып, майлап, осылай күлшелерімізді орналастырып шығамыз. Екеуден пісіріп алсаңыздар болады, бір-біріне жабыспайтындай етіп. Мен барлығын бірге салып алдым. Осылай жасап, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырасыздар. Кішкене көтерілу үшін. Жарты сағаттан кейін алып, барлығына 1 жұмыртқаны жағып шығамыз. Қазірдің өзінде қамырымыз көтеріліп әдемі болып тұр. Жұмыртқамызды жағып алғаннан кейін бетіне кунжут немесе мак себеміз. Қалауларыңызға қарай сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 30-35 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, ас болсын, дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.